Өмір жолында мақсат мұраты биік, табиғатынан халқының мұраты болған азамат еді. Пайғамбар жастан асқан шақта бұл дүниеден мәңгілікке кете барған Қазақстанның құс шаруашылығының дамуында өзіндік қолтаңбасы бар Тағаевтың жарқын бейнесі жұртының жадында жатталып қалмақ. Жасандылық пен жағымпаздықты білмейтін, қашанда әділдіктің ақ туын биік қоятын еңселі ердің бірі Мұрат Тағаев болатын. Бұл кісінің есімі естілген тұста нағыз еңбектің адамы екендігін көпшілік бірден айтады. Кішілік пен қарапайымдылықты қатар ұстап, жарқын істермен баршамызға үлгі болып жүрген тұлғаның тағылымы әріден басталады. Қайбір қызметтің де қиындығы болады, бірақ содан дұрыс жол тауып, өз белесіңді бағындыра білу көптің қолынан келмес. Мұрат Тағаев 1955 жылдың 9 маусымында қасиетті Қазығұрт тауының етегінде дүниеге келген. Бойына біткен қарапайымдылық пен кішіпейілдік ұлттық дәстүрге беріктігі, ата-ананың тәлімді тәрбиесі арқылы бүкіл ғұмырына азық болды. Ол басқарған Ордабасы құс жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, Қазақстан Республикасы президентінің алтын сапа сыйлығын, Ұлыбританияның Оксфорд қаласында еуропалық сапа сертификатын, Париж қаласында тәуелсіз қоғамдық сапа жөніндегі бірлестіктің алтын медалін алды. Бәрі алдымен Алла, одан кейінгі ниет шығар. Еңбегім Маңғыстау облысының Ақтау қаласында жас маман ретінде барып, 80-ші жылы осы Ордабасы ауданының Қайнар ауылына келдім. Осы жерде бөген бройлер құс фабрикасына қатардағы маман болып келдім. Жұбайыммен бірге екеуміз. Содан бергі менің өмірім енді 38 жылдан астам, 40 жылға жоқ дайындап тұр. Осы Қайнар ауылы менен Ордабасы Киелі тауының етегінде өтіп жатыр. Мен оған үлкен қуаныштамын деп айта аламын, себебі 300-дің басын қосқан Киелі тауының етегінде мен ұрпақ өсіріп жатырмын. Ұрпақтарымызды көбейтіп жатырмыз. Азаматтық келбетім қалыптасты осы жерде. Және де осы жерде мен дос арттырдым тағы да. Аға арттырдым, ән арттырдым, туған туыс, бауыр арттырдым. Құда жекжат арттырдым деп болады. Сондықтан мен ойлаймын, балалық шағым Киелі Қазығұрт тауыменен байланысты болса, ал енді барлық азаматтық келбетім қалыптасқан бүгінгі жағдайым мен осы Киелі Ордабасы тауыменен бірге келе жатыр деп ойлаймын. Парасат, құрмет ордендерінің иегері. Түркістан облысының құрметті азаматы болған Мұрат Құлмырзаұлының қайтыс болуына байланысты отбасы мен жақындарының қайғысына ортақтасып көңіл айтты.